Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы зат есім. Сабақтың мақсаты сөз таптарын зат есім, сын есім, сан есім, етістік ажырату. Мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Бағалау критерийлері сөз таптарын зат есім, сын есім, сан есім, етістік ажыратады. Мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастырады және жауап береді. Нәтижеге жету үшін балалар сіздер 5 қадам орындайсыздар. Іске сәт. Өткен сабақты еске түсірейік. Өткен сабақта біз қандай тақырыппен таныстық? Дұрыс айтасыздар. Түбір сөз және түбірге жалғанатын қосымша жұрнақ пен жалғаумен таныстыңыздар. Кестеде берілген сөздерге балалар бірінші сөзге жұрнақ жалғайсыздар. Содан кейін қандай сөз шыққанын толығымен айтасыздар. Құрылыс. Құрылыста жұмыс істейтін кісіні кім дейді? Дұрыс. Құрылысшы. Ш жұрнақ жалғаймыз. Кімдер? Көпше түрде. Құрылысшылар. Сөз құрылысшылар. Келесі сөз кітаптар. Тар жалғау. Сөздің түбірі қай сөз? Дұрыс. Кітап. Көл. Түбір сөз көл. Жұрнағын табуымыз керек. Жалғауы тер. Дұрыс. Жұрнақ шік. Сөз көлшіктер. Келесі сөз түбірі дос. Жұрнақ тық. Қандай сөз шықты? Достық. Келесі сөз түбірі жаз. Қандай жұрнақ жалғаймыз? Дұрыс айтасыздар. Дай жұрнағын жалғаса, қандай сөз шығады? Жаздай. Жақсы. Келесі балалар, берілген сөздерді кестеге толтырамыз. Кестеге балалар, кім, не істеді, қандай, қанша сұрақтарына жауап беретін сөздерді жазамыз. Бірінші сөз ата. Дұрыс. Кім деген сұраққа жауап береді? Үй. Дұрыс. Не деген сұраққа жауап береді? Келесі сұрақ не істеді? Не істеді? Дұрыс. Үйренді. Не істеді? Салды. Қандай? Қызық. Қандай? Кішкентай. Қанша? 40. Қанша? 7. Балалар, өздеріңіз байқағандай, кестедегі сөздер әртүрлі сұрақтарға жауап береді екен. Олай болса, бүгінгі сабақта балалар сіздер сөздердің мағынасына қарай топталуымен танысасыздар. Анықтама. Сөздер мағынасына қарай бірнеше топқа бөлінеді. Зат есім, етістік, сын есім, сан есім. Балалар, сіздерге видео материал ұсынылады. Мұқият тыңдап, содан соң өз ойларыңызбен бөлісесіздер. Біздің үйге қонаққа кімдер келеді? Бауыржан ағамыз бен Салтанат тәтеміз келеді. Ал не аламыз? Әртүрлі заттар аламыз. Әртүрлі заттар емес қой бұл. Енді не? Бұл азық түрлік. Тағы не аламыз? Керек жарақ заттарды аламыз. Мыналар көкөністер. Дана, мына заттарға қандай сұрақ қойылады? Мынау не? Мыналар нелер? Не, нелер, кім, кімдер деген сұрақтар қойылатын сөздер заттың атын білдіреді. Түсінікті ме? Түсінікті. Онда Бауыржан, Салтанат деген сөздер кім деген сұраққа жауап бере ме? Иә, олар адамның есімдері. Бауыржан ағам дәрігер, ал Салтанат тәтем кім? Салтанат тәтең мұғалім. Мұғалім, дәрігер, аға, тәте сөздері де заттың атын білдіретін сөздер ғой. Иә, адамға қатысты сөздерге кім, кімдер деген сұрақтар қойылады.
Кім? Дәрігер. Кім? Салтанат. Кім? Бауыржан. Дұрыс. Ал заттар мен жануарларға қатысты сөздерге не, нелер деген сұрақтар қойылады. Не? Сүт. Не? Үй. Не? Күшік. Дана, тездетейік, қонақтар келеді. Кімдер? Қонақтар. Қайталайық. Заттың атын білдіретін сөздер. Заттың атын білдіретін сөздерге кім, кімдер, не, нелер деген сұрақтар қойылады. Мысалы, салтанат, сүт, азық-түлік, сәбіз, дәрігер, балалар, жануар. Адамға қатысты сөздерге кім, кімдер деген сұрақтар қойылады. Кім? Бауыржан. Кім? Салтанат. Кім? Дәрігер. Кім? Мұғалім. Заттар мен жануарларға қатысты сөздерге не, нелер деген сұрақтар қойылады. Не? Сүт. Не? Үй. Не? Күшік. Видеоматериалды қарап шықтыңыздар. Анықтама. Зат есім, заттың атын білдіреді. Кім, кімдер, не, нелер сұрақтарына жауап береді. Басқа зат атаулары не, нелер сұрақтарына жауап береді. Адамдарға кім, кімдер сұрақтары жауап береді. Дәптерлеріңізді ашып, өлеңді көшіріп жазасыздар. Өлеңді оқиық. Қозым дейді мен атам, қозым дейді мена апам. Сөздеріне күлемін, қозы емеспін, білемін. Өздеріңіз тағы бір рет оқып шығыңыздар. Өте жақсы. Өлеңнен зат есімдерді тап. Зат есім қандай сұраққа жауап береді? Дұрыс. Кім, кімдер, не, нелер. Дұрыс. Зат есім қозым. Кім деп еркелетеді? Қозым. Кім еркелетеді? Атам. Кім еркелетеді? Апам. Өлеңде бала неге күлді деп ойлайсың? Дұрыс. Бала өзін қозы деп атағанына күлді. Өздеріңді ата-аналарың қалай еркелетеді? Сол жайында әңгімелеңіздер. Сергіту жаттығулары. Орындарыңыздан тұрып, жаттығу жасаңыздар. Қарлығаш тағдырларын тең бөлген, тірліктерін туған жерге өңдерген. Әрбір адам туған жерін сүюде, үйренсекен сендерден. Қос қарлығаш көктемде сағындырып жеткенде, қандай сезім жетеледі туған мекенге. Тағып алып ақ тұмар жұлдыздай боп ақтыңдар, ерте өшкен үмітімді қайта жақтыңдар. Қос қарлығаш көктемде сағындырып жеткенде, қандай сезім жетеледі туған мекенге. Тағып алып ақ тұмар жұлдыздай боп ақтыңдар, ерте өшкен үмітімді қайта жақтыңдар. Кім, не сұрақтарына жауап беретін сөздерді бөлек бағандарға жазамыз. Ойыншық, нағашы, ата, түлкі, жоғары, келді, қарға, тәтті, дәрігер, ұста, ұшты, күріш.
Дәптерлеріңіздің бірінші жолына кім деп жазып, сөздерді бірінің астына бірін теріп жазыңыздар. Келесі бағанға не деген сұрақты жазып, сөздерді бірінің астына бірін теріп жазыңыздар. Содан соң бірге тексереміз. Жұмыстарыңызды жазып аяқтады деп ойлаймын. Дәптерлеріңізді тексеріңіздер. Кім? Іні, нағашы, дәрігер, ұста. Не? Мысық, ойыншық, түлкі, қарға, күріш. Зат есім кім, не, кімдер, нелер сұрақтарына жауап береді. Адамға қатысты сөздерге кім, кімдер сұрақтары қойылады. Заттарға не сұрақтары қойылады. Ойлан тап, саған кім болады? Әкеңнің әкесі, әкеңнің анасы, анаңның әкесі, анаңның анасы. Өзіңнен кіші қыз болса, өзіңнен кіші ұл болса. Табайық. Әкеңнің әкесі дұрыс, ата. Әкеңнің анасы әже. Анаңның әкесі нағашы, ата. Анаңның анасы нағашы, әже. Өзіңнен кіші қыз болса, қыздарға сіңілі, ұлдарға іні. Қарындас, өзіңнен кіші ұл болса, дұрыс, іні. Өте жақсы. Туыс атауларын есте сақтаңыздар. Суретке қарап әңгіме құра. Балалар, бұл өзіндік жұмыс. Мәтін құрастырып, жұмыстарыңызды апайларыңызға жіберіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Бүгін сіздер зат есіммен, зат есімге қойылатын сұрақтармен таныстыңыздар. Ережелерді жаттап алыңыздар, жаттығуларыңызды әдемі, тиянақты жазыңыздар. Сау болыңыздар.